Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тұздар гидролизі. Тақырыпты бастамас бұрын біздер қышқылдар негіздерге қайтадан оралайық. Жалпы қышқылдар болсын, негіздер болсын күшті және әлсіз деп жіктеледі. Қышқылдар күшті қышқылдарға H2SO4, H-хлор, H-хлор-O4, H-марганец-O4, H-NO3, H-бром, H-хлор-OH, H-йод жатады. Мына жерде назарларыңызды аударғым келіп тұрған нәрсе H-хлор-O3 пен H-хлор-O4 күшті қышқылға жатса, H-хлор-O мен мына жерде бірді біз жазбаймыз, және H-хлор-O2 әлсіз қышқылға жатады. Яғни бастапқы екеуі әлсіз, содан кейінгі екеуі күшті деп қарастырасыздар. Және мына жерде H-хлор, H-бром, H-йод күштіге жатса, H-фтор жалғыз өзі әлсізге жатады. Бұны да еске сақтап алу керек, H2S4 пен H-NO3-ті сіз бұрыннан бері білесіздер. H-хлорды айтып кеттік, сондағы есімізге сақтау керегі мына жерде H-марганец-O4. Қалған қышқылдың барлығы автоматты түрде әлсіз қышқылға жатады. Енді негіздерге тоқталатын болсақ, барлық еритіндер ергіштік кестесін қараймыз. Егер еритін болса, онда күшті негізге жатады. Ал егер ерімейтін болса, бұлардың барлығы автоматты түрде әлсіз негізге жатқызамыз. Ары қарай кеттік. Жаңағы қышқыл мен негіздің күшіне байланысты біздердің тұздарымыз 4 негізгі типке бөлінеді. Олар қандай деп алатын болсақ, күшті негіз, күшті қышқылдан түзілген тұз. Мысал қарастырайық. Күшті негіз дегеніміз, жаңа біз айтып кеттік, еритін негіз деді. Мысалға натрий OH бізде ерейді, яғни натрий, күшті қышқыл H-хлор дедік, яғни хлор. Натрий хлориді бізде күшті негіз, күшті қышқылдан түзілген тұз. Келесі мысалға қарайтын болсақ, күшті негізге тағы да аламыз. Мысалға калий, күшті қышқыл H2SO4, міне SO4 қышқыл қалдығын жазам. Калий бір валентті болғандықтан калий 2SO4 болады. Келесі еритін негіздердің қатарында біздерде мысалға барий болды. Барий күшті қышқылдардың арасында H-хлор-O3 болды. Барий еквалентті H-хлор-OH қышқыл қалдығы 1, сондықтан барий хлор-O3 болады. Келесі тоқталатынымыз әлсіз негіз, күшті қышқылдан түзілген тұз. Тағы да бұғанда мысал жазып көрейік. Әлсіз негіз болса, ерімейтін негіз деп алған болатынбыз. Мысалы, алюминий. Күшті қышқылға жаңағы хлорды жатқызуға болады. Алюминий, хлор-OH. Келесі, әлсіз негіздердің қатарында тағы да бізде темір. Күшті қышқылдың қатарында мысалға алатын болсақ, бромиді. Эквивалентісін алатын болсақ. Әлсіз негіздің қатарында тағы да мыс, себебі мыс гидроксиді ерімейді. Ал күшті қышқылға алатын болсақ, NO3 деген азот қышқылының қышқыл қалдығын жатқызуға болады. Келесі, енді негізіміз күшті, ал қышқылымыз керісінше әлсіз. Бұған мысал жазып көрейік. Қандай мысал жазуға болады? Күшті негіз, яғни еритін негіз, натрийді алдық. Әлсіз қышқылға сульфид жатқызуға болады. Натрий 2S, себебі H2S бізде әлсіз қышқыл. Мысалы, барийді алатын болсақ, барийдің карбонаты H2CO3 әлсіз қышқыл болғандықтан күшті негіз әлсіз қышқылдан жасалған тұзға жатады. Мысалы, литийді алатын болсақ, литийдің фосфаты жатады. Келесі соңғы түрі біздерде бұл әлсіз негіз және де әлсіз қышқылдан түзілген тұз. Әлсіз негіз мысалға купрум. Әлсіз қышқыл мысалға H2S-тің қышқыл қалдығы S. Купрум S сульфиді. Келесі әлсіз негіз мысалға феррумды алайық. Әлсіз қышқыл карбонаты CO3. Тағы да әлсіз негіз ерімейтін алюминий. Әлсіз қышқылға мысалға H-фтор біздерде әлсізге жатады деп айтқан болатынбыз. Осылай біздер қышқылдың
күшіне, негіздің күшіне қарап, тұздың қандай қышқыл, қандай негізден жасалғанын білуіміз өте маңызды. Себебі ары қарай гидролиз осыған қарай жазылады. Енді гидролиздің өзіне тоқталатын болсақ, гидролиз процесі тұздар мен су арасында жүретін алмасу реакциясын гидролиз деп атаймыз. Гидролиз тек қана әлсіз ион бойынша жүреді. Бұны есте сақтап алу керек. Әлсіз ион бойынша жүреді. Бұны есте сақтап алу керек дедік. Тағы да енді қараймыз. Егер біздің тұзымыз күшті негіз, күшті қышқылдың тұзы болса, бұл жерде ештеңе әлсіз емес, яғни гидролиз жүрмейді. Егер күшті негіз, әлсіз қышқыл болса, жаңа айттық, әлсізі бойынша жүреді. Яғни қышқыл деген мына қышқыл қалдықтары мына жерде былай. Яғни осы жағдайда гидролиз анион бойынша жүреді. Басқаша айтатын болса, қышқыл арқылы жүреді. Келесі мысалды қараймыз. Әлсіз негіз, күшті қышқылдың тұзы. Жаңа айттық, әлсіз ион бойынша жүреді дедік. Мына жағдайда негіз әлсіз болып тұр, мынау. Яғни гидролиз катион бойынша жүреді. Егер әлсіз негіз, әлсіз қышқылдың тұзын қарастыратын болсақ, екеуі де әлсіз болса, онда гидролиз катион бойынша да, анион бойынша да жүреді. Енді бұл не деген сөз? Гидролиздің жалпы өзінің теңдеуін қалай жазамыз? Соның келіп тоқталайық. Мысалы, мына жерде қараймыз. Калий хлориді, калий хлор. Негіз калий OH, ол күшті. Хлор, H хлорының қышқыл қалдығы, бұл да күшті қышқыл. Екеуі де күшті болып тұрса, гидролиз жүрмейді, ал pH-тың мәні 7-ге тең болады. Келесі, натрий карбонаты. Натрий негіз, бұл бізде натрий OH еритін негіз, сондықтан күшті болады. HCOH, H2COH қышқылдың қышқыл қалдығы, бұл бізде әлсіз қышқыл. Яғни гидролиз жүреді, және де әлсіз бұл жерде бізде қышқыл болып тұр, яғни анион бойынша жүреді. Так, енді қышқылдық ортасын анықтау үшін, мына жерде біз гидролиз жүрісін қайсысы әлсіз деп қарасақ, ортасын анықтау үшін керісінше қайсысы күшті деп қараймыз. Біздің жағдайымызда негіз күшті, яғни сілтілік орта болады. Ал сілтілік ортада pH-тың мәні 7-ден үлкен болады. Келесі мысалды қараймыз. Алюминий хлориді. Алюминий бізде OH ерімейді, яғни әлсіз негіз. Хлор, H хлор қышқыл қалдығының қалдығы, значит, ол бізде H хлор күшті қышқылдардың бірі. Гидролиз біреуі әлсіз ион бар, яғни жүреді. Әлсіз ион біздің жағдайымызда негіз, яғни катион бойынша жүреді. Енді pH-ты анықтау үшін керісінше қайсы күшті соған қараймыз дедік. Біздің жағдайымызда хлор, H хлор қышқыл қалдығы күшті, яғни орта қышқылдық болады. Қышқылдық орта болатын болса, pH-тың мәні 7-ден кіші болады. Келесі, натрий сульфидін қараймыз. Натрий OH дегеніміз бізде еритін, яғни күшті негіз. Так, H2S деген бізде әлсіз қышқыл, бір әлсіз бар, яғни гидролиз жүреді. Бізде қышқыл әлсіз, яғни анион бойынша жүреді. Так, қайсы күшті екенін табамыз дедік. Негізіміз күшті, яғни орта сілтілік болады. Ал сілтілік ортада pH-тың мәні 7-ден үлкен. Келесі, натрий нитратын қараймыз. Натрий OH бізде ериді, яғни күшті. NOH, HNOH қышқыл қалдығы, бұл бізде күшті қышқылдардың бірі. Күшті қышқылдардың тізімін жаттап алу керек, міндетті түрде. Әлсіз ион жоқ, яғни гидролиз жүрмейді.
және pH-ның мәні 7-ге тең болады. Яғни қышқылда негізде екеуі әлсіз немесе күшті болатын болса, екеуі де әлсіз, екеуі де күшті болса, онда pH-ның мәні екі жағдайда да 7-ге тең деп қарастырамыз. Қарай, енді гидролиздің тұздардың 4 түрі бар дедік, яғни гидролиздің да сәйкесінше 4 түрі бар деп қарастырамыз. Бірақ күшті негіз, күшті қышқыл болса, бізде гидролиз жүрмейді. Күшті негіз, күшті қышқыл болса, гидролиз жүрмейді. Енді келесі жағдайды қараймыз. Мына жерде металл деген негіз, AC деген қышқылдың қалдығы деген сөз. Күшті негіз әлсіз қышқылдан түзілген тұз деп мысалы айтып тұр бізге. Қарайық. Күшті негіз болатын болсақ, мысалға натрийді аламыз. Әлсіз қышқылға сульфидін аламыз. Гидролиздің теңдеуін жазған кезде біз міндетті түрде HOH қосамыз. HOH деген су, және де мына жерде HOH-ты шартты түрде 2-ге бөлеміз. Енді ары қарай қараймыз. Гидролиз жазған кезде қай ион күшті болып тұр, сол зат бірінші болып бөлініп шығады. Біздің жағдайымызда негіз күшті болып тұр, мына жерде натрий гидроксиді бөлінеді. Плюс, мұны қараңыз. Мына жерде бізде натрий екеу болды ғой, міне біреуі условно кетіп қалды. Мына жерде HOH болып еді, мына OH условно кетіп қалды тағы да. Енді қалған иондарды жазамыз. Міне натрий бар. Мына жерде H сутек қалып қойды судың құрамында. Және де мына S қалып қойды. Натрий HS түзіледі. Енді қараймыз. HS деген H2S қышқыл қалдығы ғой, екі сутек болу керек еді. Мен жағдайында міне бір сутек тұр. Яғни бір сутек жоқ, сондықтан HS-тің түгелі қышқыл қалдығы 1 минус болады. Натрийдікі плюс, сонда формуласы осы күйінде қалады. Реакция теңесіп тұр. Мен ары қарай кетемін. Так, мына кетіре салайын, мына жерде HOH болған. Бұл гидролиздің бірінші сатысы және молекулалық теңдеуі. Енді екінші теңдеуін сатысын жазайық. Натрий HS ары қарай гидролизденеді. Бұл жерде қайтадан натрий негіз күшті, сондықтан натрий OH-тың өзі бөлінеді, плюс H2S бөлінеді. Себебі міне бір натрий болды, ол условно кетіп қалды мына жерге. Басқа түспен көрсен. Бір натрий болды, условно кетіп қалды, мына жерге жазылып кетті. OH мына жерден кетіп қалды, мұнамен жазылып кетті. Сонда H2 мен S қалды. Тек қана сутек және S иондары қалды. Соны жазып қоямыз. Келесі мысалды қарастырайық. Үшінші жағдай, металл әлсіз, қышқыл қалдығы күшті болса дейді. Мысалы алайық, феррум, хлор 2. Гидролизді жазу үшін HOH жазамыз. HOH-ты шартты түрде 2-ге бөліп қойдық, Феррум бізде әлсіз негіз, себебі феррум OH 2 еселенген ерімейді. H-хлор қышқыл күшті қышқыл, яғни қышқылымыз күшті болып тұр, сондықтан қышқылдың өзі бөлінеді. Плюс, мына жерде қайтадан сарымен сызып көрсетейін условно, мына H кетіп қалды, мына жерде хлордың біреуі кетіп қалды. Енді не қалды, соны теріп жазамыз. Феррум қалды, OH қалды, сосын хлор қалды. Енді қараймыз. Феррум OH 2 еселенген болу керек еді. OH тобы 2 болу керек еді. Ал менде мына жерде біреу болып тұр, яғни бір OH кетіп қалған, сондықтан мынаны плюс болады заряды. Жақшаға алу негізі бұл жерде міндетті емес, мен сізге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Ал мына хлордың заряды минус болады. Сонда формула дұрыс жазылып тұр деген сөз. Так, бұл бізде бірінші сатысы, реакция теңесіп тұр. Ары қарай екінші сатысын жазамыз. Феррум, OH, хлор, плюс HOH. Қайтадан HOH-ты шартты түрде 2-ге бөлеміз. Енді қайсы күшті сол түзіледі дедік. Біздің жағдайымызда қышқыл
күшті, сондықтан H хлордың өзі бөлінеді. Плюс мына H кетіп қалды, хлор кетіп қалды. Енді қалғаны сондағы феррум OH 2 еселенген болады. Так, енді төртінші жағдайға келеміз. Бұл жерде екеуі де әлсіз болғанда, иә? Мысалы, алюминий 2S3. Екеуі де әлсіз. HOH деп жазамын. Бұл жерде жай ғана негізбен қышқыл түзіледі, алмасу реакциясы жүреді. Яғни алюминий OH 3 еселенген плюс H2S болады. Так, мына тұнба, мынау газ болады. Мұнда 2 қоям, S-ның алдына 3 қоям, сонда сутегім 6 болып кетті, 12, мұнда 6 қоям. Болды, реакция теңесіп тұр. Бұлардың барлығы молекулалық теңдеулер. Мына бірінші сатысы, мына екінші сатысы, бірінші сатысы, екінші сатысы, мына өзі бір сатыдан жүреді. Енді мына жерде шағын ғана тест беріліп тұр, иә? Гидролиз құбылысы дегеніміз не? Гидролиз тұз бен судың арасында жүретін алмасу реакциялары дедік, иә? Жауабы А болады. Келесі, гидролиз денетін тұздар жұбы дейді. Бұл тест кезінде гидролиз тақырыбы бойынша сұрақтар қандай бағытта берілетінін түсіну үшін берілген тесттер, иә? Келесі, гидролиз денетін тұздар жұбы дейді. Гидролиз дену үшін міндетті түрде бізде әлсіз ион болуы шарт, иә? Қараймыз. Купрум хлор 2 дейді. Купрум біздерде OH 2 еселенген ерімейді, значит әлсіз. H хлор күшті. Яғни гидролизға ұшырайды. Келесі, калий 2S. Калий OH ериді, сондықтан күшті. H2S бізде әлсіз қышқыл, яғни гидролиз жүреді. А жауабы келеді екен. Қалғандарын тексеріп көрейік. Калий 2SO4. Калий OH ериді, яғни күшті. H2SO4 күшті қышқылдардың қатарына жатады, яғни гидролиз жүрмейді. Натрий хлориді. Натрий OH бізде ериді, яғни күшті. H хлор бізде күшті қышқыл, яғни гидролиз жүрмейді. Мына екінші вариант отпадает. Келесі қараймыз. Кальций хлор 2. Кальций OH күшті деп аламыз. H хлор бұл да күшті, яғни гидролиз жүрмейді. Феррум NOH. Феррум OH феррум OH 3 еселенген бізде ерімейді, яғни әлсіз. HNO3 күшті, гидролиз жүреді, бірақ мына біріншісінде жүрмейтін болғандықтан бұл вариантта келмейді. Литий хлориді, литий OH бізде ериді, күшті. Хлор күшті қышқыл. Так, натрий OH ериді, күшті. H2SO4 бұл да күшті қышқыл, яғни бұл жауапта бізде сәйкес келмейді. Ары қарай кеттік. NH4 хлор тұзы түзіледі дейді. NH4 бізде әлсіз негіз, H хлор деген күшті қышқыл, яғни жауабы А болады. pH 7-ден үлкен болу үшін бізде негіздік орта болу керек, яғни күшті негіз, әлсіз қышқылдан түзілген тұз болу керек, иә? Қараймыз. Натрий нитраты. Так, натрий NO3, мынау күшті, мынау күшті. Отпадает. Литий бромиді, литий күшті, H бром күшті, бұл да отпадает. Магний сульфаты, магний күшті, H2SO4 күшті, отпадает. Барий сульфиді, барий күшті, H2S сульфид әлсіз, яғни күшті бізде негіз, яғни негіздік орта болады. Яғни жауабы D болады. Ары қарай кеттік. Суда ерігенде сілтілік ортаны түсетін тұз дейді. Бұл жерде де жаңағыдай, pH 7-ден үлкен болу керек, негіз күшті болу керек. Сол кезде орта болады. Бізде күшті. Гипохлорид деген H хлор O хлорлы лау қышқылының қышқыл қалдығы, сондықтан бұл бізде бастапқы екеуі әлсіз, соңғы екеуі төртеу еді ғой, бұлар өздері. O2, H хлор O3, H хлор O4 деп. Осы төртеуінің алғашқы екеуі әлсіз, мына екеуі күшті дегенбіз.
Так, сонда мынау күшті, мынау әлсіз жауапқа келеді екен. Натрий OH күшті, HNO3 күшті келмейді. Натрий сульфаты, натрий күшті, H2SO4 тоже күшті келмейді. Натрий хлораты, натрий күшті. Хлорат деген мына H хлор O3-тің қалдығы, бұл да күшті, бұл да келмейді. Мына жерде мен сіздерге бір подсказка айтып кетейін, өте оңай жолы қалай жаттауға болады деген. Қараңыз, H хлор O, хлорлы лау қышқылы ғой, ең ұзақ қышқылы басында тұрады, ал мынау ең соңғысы хлор қышқылы, ең қысқа қышқылы. Енді қараңыз, мынаны былай хлор лау деп бөлетін болса, қараңыз, мына жерде екі тұр ғой, значит, мына екі әріптен тұратын жұрнақты қосасыңдар. Мынау хлор қышқыл болады. Мына жерде үш тұр ғой, значит, үш әріптен тұратын жұрнақты қосасыңдар, значит, мынау хлор лау қышқылы болады. Так, мынау біріншісі гипохлорид. Келешісі гипосын алып тастайсыңыз, просто хлорид. И мынау енді келесі хлорат. Ал соңғысы перхлорат болады. Енді қараңыз заңдылық. Ең біріншісі гипохлорид, ең ұзақ атауы сияқты, гипохлорид болды. Мына жерде екі сутек тұр, яғни мына гипосын тастайсыңдар да, просто хлорид қалады. Иттен кейін атты қосасыңдар да, и соңғысында тоже ат болып аяқталады. Солай жаттап аламыз. Сіздерге мынандай кішігірім лайфхак болсын. Келесі, алюминий хлориді гидролизінің екінші сатысында қысқартылған иондық теңдеуінің жалпы коэффициенттер қосындысы дейді. Так, алюминий хлор 3 екінші сатысы керек, ол үшін біз міндетті түрде бірінші сатысын жазып алу керекпіз, HOH-ты міндетті түрде екіге шартты түрде бөліп қоямыз. Алюминий әлсіз, H хлор күшті, яғни қайсысы күшті болса, сол өзі бөлім шығады дедік. Біздің жағдайымызда қышқыл күшті, значит, H хлор өзі бөлім шығады. Плюс қалған иондардың барлығын тізіп жазамыз, мына жерде бізде условно мына H кетіп қалды, условно мына хлордың біреуі кетіп қалды, минус 1 деп жазып қойын мына жерге түсінікті болу үшін. Сонда алюминий қалды, OH қалды, сосын хлор қалады. Хлор 2 деп жаза саламыз. Мына жерде себебі 2 хлор тұр, Енді неге олай болды? Мына алюминий OH 3 болу керек, 3 OH топ болу керек, ал менде 1 OH топ тұр. 1 OH тұр, яғни екеуі жоқ деген сөз. Мына 2 плюс деп жазам. Хлордың заряды минус, сонда мына 2-ның қайдан шыққаны түсінікті болды. Енді ары қарай екінші сатысын жазам. Алюминий OH хлор 2 тағы да гидролизға ұшырайды ары қарай. HOH қосам, Мынаны условно 2-ге бөлемін. H хлор менде күшті болғандықтан өзі бөлінеді. Енді қалған заттарды теріп жазам. Мына жерде алюминий OH 1 болып еді, оған мына OH қосылады. Сонда алюминий OH 2 болады уже. Сосын хлордың біреуі мына H хлорға кетіп қалды. Мына жерде сонда 1 хлор қалады. Так, енді қараймыз, реакция менде теңесіп тұр. Алюминий OH-та 3 OH болу керек. Мына жерде менде 2 тұр, значит, біреуі кетіп қалған, сонда мына жерде плюс болады. Мына хлордың заряды минус, яғни формула осы күйінде қалады. Енді маған айтады, екінші сатысының қысқартылған иондық теңдеуі дейді. Қысқартылған иондық теңдеуді жазу үшін естеріңе салып кетейін, мына түрде жазу, мынау молекулалық теңдеу деп аталады. Так, енді толық теңдеуін жазам, ол үшін алюминий OH заряды 2+, мына теңдеуді, екінші теңдеуді иондарға ыдыратып жазып жатырмын просто. Плюс мына хлордың 2-сі алдына коэффициент болып келеді. Плюс HOH су бізде диссоциацияға ұшырамайды. H хлор еритін қышқыл, сондықтан H плюс хлор минус иондарына ыдырайды. Плюс алюминий OH 2 еселенген, заряды плюс хлор минус болады. Бұл менде толық иондық теңдеу.
ары қарай кеттік. Енді не істейміз? Бұл жердегі екі жақтағы бірдей иондарды қысқартамыз. Мына жақта міне 1-2 хлор, мына жақта 2 хлор бар. Енді қысқартылған иондық теңдеуін жазу үшін қалған иондарды теріп жазып шығамын. Мына жерде алюминий OH 2 еселенген қалды мынау. Ары қарай менде су қалды. Так, мына жерде H плюс ионы қалды. Плюс мына жерде алюминий OH 2 еселенген плюс ион қалды. Так, яғни бізде екінші сатысында қысқартылған иондық теңдеуінің жалпы коэффициенттерінің қосындысын сұрап тұр. Мынаның алдында 1 тұр, мынаның алдында 1 тұр, мынаның алдында 1 тұр, мынаның алдында 1 тұр. Жалпы коэффициенттің саны 4 болады. Мына жердегі жауаптары дұрыс емес. 4 болады. Келесі. Темір 3 валентті хлоридінің гидролиздену реакциясының бірінші және екі сатысында толық иондық теңдеуінің барлық коэффициенттері дейді. Жақсы. Так, темір хлоридінің гидролизін жазу керек екен. Ол үшін не істейміз? Темір гидроксиді ерімейді, яғни әлсіз. H хлор күшті қышқыл. Қышқыл күшті, яғни өзі бөлініп шығады. Феррум. Мынаны шартты түрде екіге бөлемін, яғни мына жерге H хлор бөлініп кетті, OH қалып қойды, яғни феррум, OH, хлор деп жазам. Феррум, OH 3 еселенген болуы керек. Де 1 OH тұр, яғни 2 OH жетіспегендіктен 2 плюс болады. Хлордың заряды минус, сонда феррум, OH, хлор 2 болады. Так, енді бұл сатысынан маған толық иондық теңдеуі керек. Ол үшін феррум 3 плюс 3 индекс коэффициент болып алдына келеді, минус. Су диссоциацияға ұшырамайды. H хлор еритін қышқыл болғандықтан диссоциациясын жазамыз. Тоже иондарға адырайды. Плюс феррум OH 2 плюс хлордың 2-сі алдына коэффициент болып келеді. Так, 1, мынау 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 коэффициенттерінің қосындысы 10-ға тең болады. Енді осының екінші сатысын жазамыз. Феррум OH хлор 2 ары қарай гидролизге ұшырайды. Суды шартты түрде 2-ге бөлеміз. H хлор күшті болғандықтан өзі бөлініп шығады. Мына жерде OH біреу болып еді, мына OH қосылады. Феррум OH 2 болады. Сосын хлор қалады. Енді ары қарай санаймыз. Феррум OH-да 3 OH болу керек еді, менде 2 OH тұр. 1 OH жетпейді, значит заряды плюс 1 болады. Хлордікі минус. Ары қарай диссоциациясын жазамын. Феррум OH 2 плюс 2 хлор минус. H ыдырамайды. H хлор еритін болғасын иондарға ыдырайды. Плюс феррум OH 2 плюс хлор минус. Мұнан барлығы 1 ион болғандықтан мына 2 алдына шықпайды, естеріңізде болсын. Так, мұнда 1, 2 қосқанда 3, мұнан алдында 1 тұр. Так, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, сонда 3, 4, 5, 6, 7, 8. Барлығы 8 ион. Сонда 10 және 8 жауабы А болады. Алюминий сульфаты гидролизі дейді. Кішкене жоғарырақ жазайын. Алюминий 2, SO4, 3, гидролиз, H-OH қосамыз. Бірден суды шартты түрде 2-ге бөлеміз. Енді қараңыз. Алюминий әлсіз, мынау күшті ғой, яғни қышқыл күшті болғандықтан H2, SO4 өзі бөлініп шығады. Плюс қалған иондарды теріп жазамыз. Алюминий қалып қойды, судың құрамында OH қалып қойды и SO4 қалып қойды. Енді қараймыз. Алюминий гидроксидінің формуласы мынандай. Менде бұл жерде 2 OH топ жетіспейді, значит алюминий OH-тың толық заряды 2 плюс. SO4 2 минус. Осы күйінде қалады. Теңестіру үшін мынаның алдына 2 қоямын и судың алдына 2 қоямын. Болды. Так, бұл менде бірінші сатысы, маған екінші сатысы керек. Ары қарай гидролизін жазам. Алюминий, OH, SO4, су. Суды шартты түрде 2-ге бөліп алам. Менде қышқыл күшті, сондықтан H2, SO4 болады. Плюс, мына H кетіп қалды, OH қалып қойды, яғни алюминий
мына жерде OH біреу болып еді, OH 2 болады. И SO4. Дағы қараймыз. Алюминий OH-да 3 OH болу керек, менде 2, значит, мынаның заряды плюс 1. Мынанікі 2 минус. Сондықтан мына алюминий OH2-ні түгел жақшыға алып, сыртына 2 жазам. Енді маған толық иондық теңдеу керек деді, яғни осы теңдеудің диссоциациясын жазам. 2 плюс. Так, теңдеу теңесіп тұр ма? Қарап ұмытып кетіппін ғой. Мынаның алдына 2 қоям да. Сутек мына жерде 4, мынаумен 6, мына жерде 2, мынаның алдына 2 қоямыз. Сонда мынаның алдында 2 болады, плюс алдында тұрған 2 катионға да, анионға да қатысты екенін білеміз, яғни SO4 2 минус, плюс 2HOH, плюс 2H плюс, мына жерде 2 индекс коэффициент болып кетеді, плюс SO4 2 минус, плюс мынау индекс тоже коэффициент болып кетеді. Так, плюс SO4 2 минус. Екі жақтағы бірдей иондарды қысқартамын, біреу, екеу, мына жақта екеу. Так, мына жерде қысқарту керек емес, маған толық иондық теңдеу екен, бірақ жарайды. Мынау толық иондық теңдеу. Енді қысқартылған иондық теңдеуін жазып көрейік. Мына жерде 2 алюминий OH 2 плюс, плюс 2H OH шығады H плюс, плюс 2H плюс, плюс 2 алюминий OH 2 еселенген плюс дейді. Енді қысқартылған теңдеудің барлығының алдында 2 тұр екен. Бұларды қысқартамыз да. Қайтадан 2-сіз жазамыз. Бұл бізде қысқартылған иондық теңдеу деп аталады. Бізде шарты бойынша екінші сатысын толық иондық теңдеу дейді, значит, мынаны санау керек. Мынаның алдында 2 плюс 2 4, плюс 2 6, плюс 2 8, плюс 1 9, плюс 2 11, мынамен 12, значит, жауабы 12 болады. Егер қысқартылғанын сұраса, онда біздің 1, 2, 3, 4 деп мына жауапты да көрсетер едік. Осымен тақырыпты қарастыруды аяқтаймыз. Сұрақтарыңыз болса, менен комментарийда жазып, немесе өзімнен сұрасаңыз болады.